Құлпынай диетасымен 4 күнде 4 келі салмақ тастайсыз. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, арнамызға жазылып, арнамыздағы жаңалықтардан қапы қалмас үшін қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймыз. Құлпынаймен арықтау әрі дәмді, әрі пайдалы болатынын білесіз бе? Құлпынай ағзаны зиянды заттардан тазартып, иммунитетті нығайтады. Құлпынайдың пайдасы өте көп. Оның құрамы дәрумендер мен микроэлементтерге, фолий қышқылы мен жасұныққа бай. Құлпынай диетасын ұстағаннан кейін ағзада мынадай өзгерістер болады. Артық салмақтан арылтады. Асқазан ішек жолдарының жұмысы жақсарады. Қан қысымы қалыпқа келіп, қалқанша безінің жұмысы жақсарады. Иммунитет нығайып, ағзада зиянды заттар қалмайды. Диетаның жағымды әрі жағымсыз жақтары. Құлпынай әсіресе қант диабетімен ауыратындарға пайдалы екен. Себебі ол қандағы глюкозаны қалыпқа келтіреді. Егер науқас адамның бұл жидекке аллергиясы болмаса, қорықпай жей беруіне болады. Сонымен қатар, тағам рационының басты дәміне кіргізсе де артықтық етпейді. Құлпынаймен диета ұстап, айтарлықтай нәтижеге қол жеткізу үшін күн сайын міндетті түрде 2 литрден аса таза су ішіп, тек балғын құлпынай жеу керектігін ұмытпаңыз. Балғын әрі пайдалы құлпынай жаз, күз мезгілінде піседі. Сондықтан да аталмыш диетаны дәл қазіргі уақыттан бастап ұстаған дұрыс. Өте қатал диета ұстағанды жөн деп тапсаңыз, 2 күн бойы тек құлпынай мен таза су ішесіз. Көк шай ішуге болады. Осылайша 2 күнде 2-3 кг артық салмақтан арыласыз. 4 күнде 4 келі салмақ тастауға көмектесетін диета мәзірі. 4 кг салмақ жоғалтқысы келетін жандар үшін мамандар арнайы 4 күндік диета мәзірін ұсынады. Мұнда сіз әртүрлі тағамдармен бірге ең пайдалы жидекті жейтін боласыз. Бірінші күні таңғы ас 200 г алма мен құлпынай, 100 г сүзбе. Түскі асқа грек жаңғағы, құлпынай, қияр, тауық еті мен аскөк қосылған салат. Бесін асқа 200 г құлпынай мен кептірілген нан немесе тост. Кешкі асқа лимон шырыны мен кефир қосылған көкөніс салаты. Екінші күні таңғы асқа 200 г құлпынай және 1 тілім қара нан. Түскі асқа 3 дана құлпынай салынған 3 дана құймақ. Кешкі асқа 40 қабат салаты. Үшінші күні таңғы асқа 200 г құлпынай. Түскі асқа банан, құлпынай 200 г. Қауын немесе қарбыз. Кешкі асқа құлпынай мен пекин 40 қабатынан дайындалған салат. Төртінші күні таңғы асқа 200 г құлпынай мен ірімшік. Түскі асқа көкөніс салаты. Кешкі асқа картоп, сәбіз, 40 қабат қосылған салат. Төсекке жатардан 2 сағат бұрын 200 г құлпынай жеуге болады. Сіздермен бөліскім келгені осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер, сіздерге пайдасы тиеді деген үміттемін. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер.